Бәріңізге сәлем. Бүгін пеште піскен ыстық еріншек суши дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге қажет өнімдер осылар. Міне бәрі видеода көрсетіліп тұр. Табамызды күнжіт майымен осылай майлап дайындап аламыз. Краб таяқшаларын осылай майдалап алып, үстіне майонез, творожный сыр салып, жақсылап араластырамыз. Осылай масса болады. Бөлек ыдысқа сырымызды, майонез және осындай лососевый икра деген бар, соны салып араластырып дайындап қоямыз. Күрішімізді қайнатып алдық. Күрішке қант пен рисовый уксус деген болады, соны араластырып құйсаңыздар өте керемет болады. Мен құйған жоқпын оны, үйде бала жейтін болғандықтан ондай сірке суын құймадым. Ең бірінші табамызға, жаңа майлап алған табамызға күрішімізді саламыз. Бәрін бір қалыпты келтіріп, үстіне бірінші жасаған жаңағы краб таяқшалары мен майонездерді саламыз, араластырып қойған. Одан кейін жаңа лососевый икра саламыз. Пешке жібереміз 180 градусқа 15-20 минутқа. Өте күшті болып піседі. Шығарғаннан кейін осындай терияки соусын мен осындай қалташаға құйып, ұшын кесіп тастап, осындай узорлар жасадым. Үстіне күнжіттарды сеуіп қойып қойдым. Бір 15-20 минутта ақырын өзінің баяу жылылығына түскен кезде температура кесіп осындай кусоктарға нори жапырағымен жесеңіздер өте дәмді болады. Қатты ыстық кезінде жемеңіздер, бір 15 минутқа пештен шыққаннан кейін қойып қойыңыздар. Ас болсын, келесі видеода кездескенше.